Осындай нәрлі, сочный және езілмей пісетін лағман по-домашнему жасауларыңыз келсе, менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар және менің рецептіммен жасап байқап көріңіздер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жасалатын тағам домашний лағман. Яғни лағманды біз бүгін курица етімен жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай чеснок, бір 6-7 зубчик алсаңыздар болады. Бұл бір 10 адамға арналған порция. Одан кейін куриное мясо. Осылай барлығын кубиктап турайсыздар. Картошка. Картошканы да тоже 5-6 ау. Морковьтан да тоже 5-6 ау. Сәбіз, селлеридің қаттысы барлығын 4 піштеп турайсыздар. Одан кейін пекин капустаны тоже қаттысы барлығын 4 піштеп. Және де мынау тәтті бұрыш, оның қалғаны полуострый жартылай ашты бұрыш. Одан кейін пияз, 2 үлкен пияз аласыздар. Міне осыншалықты дүниеден бүгін домашний лағман дайындайтын боламыз. Ең алдымен курицамызды қызған майға орып аламыз. Енді қараңыздар, мына жерде көрсетейін деп тұрғаным міне құйрық май. Құйрық май, білесіздер, мен құйрық май не іші май қолданамын тамақтарға, бұл ерітілген түрі. Одан кейін шемешке майды жартылай және құйрық майды жартылай қосамын. Енді чисті шемешке майын қолдану ішекке зиян екенін білесіздер, сол үшін біз малдың майын постоянно қолдануға тырысамыз. Міне осылайынан май құйып, курицамызды қарғайып барғанша қуырамыз. Ол дегеніміз бір 5-6 минутта көріп аламыз. Егер астыңызда қазан қатты болып тұрса, оты сол 5-6 минут кетеді. Міне осылай курицамыз сарғайып піскені жетеді. Себебі курица тез піседі, және оны күйдірудің қажеті жоқ. Ол тамаққа иісі шығып кетеді күйген еттің. Бұны кез келген етпен жасасаңыздар болады. Сиыр етімен, жылқы етімен, тағы да басқа өздеріңіздің қалауларыңызбен, тушенкамен де жасауға болады. Міне осылайынан пиязымызды салып, қатты пиязымыз сарғайғанша тағы да қуырып аламыз. Және де қазанның бетін жаппаймыз, осылай ашық отта пісіруіміз қажет. Бұлар осылай сарғайып жақсы пісу үшін. Қазанның бетін жабатын болсаңыздар, барлығы туш етіп кетеді, суы шығып. Міне осылайынан пиязымызды сарғайған кезде үстінен картошкамызды саламыз. Және бұны да 10 минутта қуырып аламыз. Және үстіне сәбізімізді саламыз. Оны да осылай 10 минутта қуырып аламыз. Қуырып жатқан кезде осылай араластыру маңызды, себебі бір келпі қуырылып майға шыланып осылай тұру үшін. Одан кейін пекин капустасын саламыз және оны да бір келкетіп араластырамыз. Және үстіне қалауларыңызша тұзын. Мен кішкене қызыл бұрыш қосамын, жгучий. Дәмі жақсы болу үшін. Жақсы чайнауыш қоссаңыздар болады. Одан кейін үстіне соевый соус қосамыз. 3 қасықтай. Енді осы порцияға 3 қасықтай қосамыз. Одан соң 1,5 қасық томатный паста. Және барлығын бір келкетіп жұтқанша барлық овощиімізді араластырамыз. Және де үстіне осындай на косточке. Просто бульон емес, именно на косточке деген
осындай бөлімнен алып қоссаңыздар. Тамақтың дәмі шынын айтайын, сочный болып шығады. Міне осылай. Осыны қосып болғаннан кейін үстіне сельдерейдің қатты жағын қосамыз және бір келкетіп араластырамыз. 1-2 минут өткеннен кейін сразу үстіне перецін, осылай қосып, картошкасы езіліп кетпес үшін 1-2 минуттан қатты отқа араластырып отырасыз. Істейсіздер, сол кезде су құйған кезде барлық овощиларыңыз бодрый тұрады. Перецті 1-2 минут қуырсаңыздар жетеді. Сәл ғана су астына түсіп қуыру үшін. Не барлығы дайын болды және де чеснокты суға осылайынан суға шығарып барып қосамын. Менің өз видеоларымда кім қарап жүрген болса барлығы біледі. Осыншалықты суын құйып, овощиларының барлығы піскенше ары кеткенде 15 минут қана бұқтырамыз. Міне және де сіздерге осы мен негізі морозилкаға көп мөлшерде бірақ отырып жасап, осындай тестаны салып тастаймын. Осы қалған порциясы міне көріңізге. Және де осындай тестаны жасап көрсетуді алда сіздерге тағы видео түсіретін боламын. Келесі видеомды міндетті түрде күтіңіздер. Мына енді жасалынған дайын морозилкадан алынған және де жылы суға жуылып ерітілген қамырым. Осы қамырды қалай жасау керектігін сіздерге келесі видеомда көрсететін боламын. Міне соңы пісті деген кезде сельдерейдің осындай жасыл жапырағын салып, қараңыздар, осындай түсте осылай болады. Кез келген астында начинкаңызбен салып бере берсеңіздер болады. Негізі бірақ бұл домашний лагман. Келесі видеомда кезіккенше және видеом ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.